Студиямызда актер, сазгер Олжас Жақыпбек, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң. Олжас, сіз жайлы ең алдымен шағын дайындаған материалымыз бар. Көрейік соны, е? Жақсы, рахмет. Әннің де естісі бар, есері бар. Тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді, тыңдағанда көңілдің өсері бар. Олжас Жақыпбек, актер, сазгер, Қазақстан Республикасы Серпер жастар одағы сыйлығының лауреаты. 1991 жылдың 16 ақпанында Семей қаласы Шұбартау ауданы Баршатас ауылында дүниеге келді. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының актер мамандығын тәмамдаған. 2012 жылдан бастап Астана қаласының Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының актері. Бүгінгі таңда театрдан бөлек туған елдің түтіні, көк тарландар, біздің қаланың кішкентай ханзадасы, Алтын ұя секілді фильмдерде бой көрсеткен. Талантты азамат сазгерлік қырынан танылып, фильмдерге саундтректерде жазып жүр. Көрсетті, е? Олжас жайлы осындай ақпарат болған болатын. Ұнады ма сізге? Әрине. Енді соңғы жаңалықтардан бірден бөлсек, жақында өзіңіздің жеке кешіңізді берейін деп жатырсыз. Сол жайлы айтыңызшы. Енді жеке кеш деп айтуда бір жағынан ыңғайсыз, бірақ осы уақытқа дейін мен 3-ші курс кезімнен бастап негізі музыка жаза бастадым, композитор ретінде. Содан бері 8-9 жылдай өтіп кеткен екен. Көбінесе мен фильмдерге, сериалдарға саундтректер жазам. Сол біршама жиналған саундтректерден жинап, енді ол жерде театрымыздың камералық оркестрі бар, дирижері, бас дирижер Ерлан Бейсенбаев. Содан кейін Бинки бенд деген өзімнің жаңағы бенд музыкалық. Солардың бәрін қосып, бір 30-ға тарта музыканы сахнада болады. Сөйтіп, жанды дауыста тірі музыкаға құралған бір кеш өткелі жатыр. Тамаша. Енді 29 сәуір. Иә, 29. Ол дүйсенбі. Әдетте, бұл жаңа өзіңіз білесіз ғой, ән кешін өткізсе, концерт десек, жексенбі, сенбі күндер, демалыс күндеріне қарайын деп ойлайды көбісі. Бірақ енді біз енді сол гастрольдік сапарда жүреміз, концерттерді қоямыз. Көбінесе жұма, сенбі, жексенбі күндер бос болмайды. Көптеген залдарда. Ол біріншіден, екіншіден қазақ негізі тойшыл қауым. Жұма күні біреу қызын ұзатады, сенбі күні біреу ұлын үйлендіреді. Содан кейін біз, мысалы, мен де сол жұмыс күндері қоюға тырысамын концерттерімді. Сондықтан да мен Олжасты түсініп отырмын. Түсініп отырсыз. Енді Олжас сіздің жауабыңыз қандай? Бауыржан мен толықтай келсем. Одан кейін мен жалпы театрда істейтін адаммын ғой. Біз қалжыңдаймыз. Дүйсенбі күні базар мен театр демалады деп. Сол күні мен көптеген әріптестерім демалады. Ол енді әзіл ғой. Бірақ шынымен де залдың бұйырған уақыты сол болып тұр. Жалпы Намат Сити Холл, ол залды алу да оңай емес. Мен жалпы өзіміздің спорт және мәдениет басқару департаментіне алғысын білдірем. Қолдап жатқандарына. Сол енді халықты шақырам, дүйсенбі болса да келуге тырыссын. Кешкі 7 ғой, түскі 1 емес. Жігітке жетуіне раз дейді. Негізі менің түсінгенімше біраз музыкалық аспапта ойнайтын сияқтысыз, е? Қандай аспаптарда ойнайсыздар? Мен негізгі анамның бала күнінен берген аспабы 1-ші сыныптан бастап 6-ші сыныпқа дейін мен 6 жыл пианино, фортепиано классында оқыдым. Одан кейін енді гитара, домбыра деген аспаптарды өзім негізгі база пианино болғандықтан қалған аспаптарды ойнау жеңілдей түсті. Жеңілдерек болды. Өзіңіз үйрендіңіз ғой сонда, ешқай жерге бармай? Жоқ, өзім. Жақсы. Керемет дүние. Неге десеңіз, бізде көбісі қазір сахнада жүрген әріптестеріміздің көбісі аспап былай тұрсын, нотада да білмейді. Сондықтан да кәдімгідей Олжастың осындай талантты екеніне қуанып отырмын. Рахмет аға. Енді Олжас жастығым барда деп аталады, е? Концерт-спектакль. Неге концерт-спектакль? Концерт па бұл спектакль ме енді? Сонда сіздің мамандығыңыз муздрама болды ма? Муздрама, жаңағы Төлеубек Аралбай мен Еспек Әбілмажын шеберханасында тәмамдағам. Бұл концерт-спектакль деп аталған себебі бұл жерде тек әндер ғана болмайды. Бұл жерде қойылымдар болады дейсіз ғой? Қойылымнан гөрі монологтар, актерлық поэзияларға құралған кеш болады. Бұл жерде біз өзіміздің өнердегі менің өзім қатты құрметтеп өткен ағам Батырхан Шүкеновке арнау болады. Сол кісінің әндерін біз поэзия ретінде
шығармақшымыз. Бұл кісіге бір арнау болады. Содан кейін жастығым барда деп жалпы аталуының өзі көбінесе үлкен ағаларымыз бізге ақыл кеңесін білдіріп жатыр. Қашан қай жерге бармасаң да жассыңдар ғой, жас кездеріңде бір нәрсе жасап қалыңдар, бір нәрсе істеп қалыңдар дегендіктен жастығым барда деп жастығым барда осындай бір кеш беріп қалайын, сондай оймен құралған атау болатын. Одан кейін біз афишаға да қалжыңдап жастықтар ұстап алдық қолымызға бәріміз. Екі мағынада жастыққа басымызды қойып көзімізді жұмып отырдық. Ол деген сөз, оның да астары бар. Бұл кеш музыкаға, сазға құралғандықтан келген көрермен ешқандай шоу емес, жарықтың эффекттері емес, тек музыкаға қанық отырса екен деген бір ниет бар, көзін жұмып ап болды. Тамаша. Жастық бермейсіздер ме көрермендерге? Керемет идея екен, жоқ? Міндетті түрде менің ойымша өнер адамының өзінің концертінде бір жаңа бір нәрсе енгізу керек. Міндетті түрде өзінің тыңдаушысына бір өзін басқа қырынан көрсететін жаңалықтарда өзінің концертінде жеткізу керек деп ойлаймын. Сондықтан да Олжас, мынау идеяларыңыз өте керемет екен. Рахмет Бауыржан аға. Енді қандай ерекшеліктер болады тағы да? Немен қуантасыздар көрермендер? Не көреді, ән тыңдайды, иә? Қонақтарыңыз бола ма? Иә, қонақтар болады. Бұл жерде қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары ол Айгүл Иманбаева, Дастан Оразбеков және жаңадан шығып келе жатқан жастар. Ол Мархаба Сәби, Ерден Жақсыбек, Айнұр Бабаева. Бұл кісілердің бәрімен біз өнер саласында біраз шығармашылық қарым-қатынаста болдық. Сол кісілермен бірге әндер орындаймыз. Би, ән, күйге құралған кеш болады енді. Керемет. Енді сәттілік тілейміз. Жалпы өзіңізді жаңа ақпаратта да айтып өттік, тек музыка ғана емес, театр ғана емес, фильмдерге де түсіп жүрген актер ретінде біледі, иә, көрермен? Соңғы уақыттарда қандай фильмдерге түсіп жатыр, әлде қандай ұсыныстар түсіп жатыр? Алдағы жоспарыңызбен бөліссеңіз. Соңғы уақытта мен «Мұздағы жалын» телесериалына түстім. Ол Мәнерлеп сырғанау туралы болатын. Мен көп түсе де бермеймін. Енді кино актер ретінде танымалмын, керемет танымалмын деп айта алмаймын. Өйткені көбінесе мен сценарийіне қараймын, содан кейін мысалға «Мұздағы жалынға» неге түстім? Өйткені ол Мәнерлеп сырғанау туралы. Кейде адам бір жерден бір дүние алмас, бір дүние өз актер ретінде берместен бұрын бір нәрсе алғымда келеді. Ол мысалға мұздағы өнер, Мәнерлеп сырғанау, сол мұз өнерін үйренгім келді. Оған бір 2 айдай біз жаттықтырушымен жаттықтық. Қолыңыздан келді, е? Фильмге түскеніме қарағанда келген сияқты ғой. 2 айдың ішінде? Аз уақыт дегенмен де, бірақ мен үшін үлкен тәжірибе болды. Иә, сізге соңғы сұрақ болсын. Олжас, болашақта бір сұхбатыңызды айтқан екенсіз, мимикамен, қимылмен көрсететін сөзсіз театр ашқым келеді деп. Иә, ол рас. Жалпы біз өмірде ұл мен қыздың қарым-қатынасы болсын, достармен болсын, ана мен бала болсын, біз көбінесе сөйлеуге мәжбүр боламыз көп жерде. Сөз арқылы жеткізуге тырысамыз. Бірақ дененің, пластиканың айтары сөзден де артық келген. Сол себепті маған сөзсіз пластикаға құралған спектакльдер көбінесе ұнайды. Сол себепті менің бір арманым ол, өйткені Чарли Чаплин болсын, Чаплиннің немересі бар, Джеймс Тиара деген. Сол кісінің театрлары бар, сөзсіз пластикаға құралған. Енді біздің елде де сондай театрдың болғанын қалаймын. Бір кішкентай арманым болашақта. Арманыңыз орындалсын. Әмин, рахмет. Сәттілік тілейміз, кешіңіз керемет өтсін. Сіздерге бір кішігірім шақыру алып келіп едім. Рахмет. Мүмкін екеуіңізге бұйыратын шығар. Рахмет. Сіз алып алыңыз, мен былай-ақ кірем. Жақсы. Бауыржан аға өзім ағам ғой. Рахмет, Олжас. Күніңіз сәтті өтсін. Өздеріңізге. Кешіңіз керемет болып өтсін. Ойдағыдан да, иә? Бауыржан ағаны көргенде қуаныштымын. Аман болыңыз, рахмет менде. Бауыржан аға, сізге рахмет. Аман болыңыздар, бүгінгі біздің бағдарламамыз жақсы өтті деп ойлаймын. Иә, мен де келісемін. Алғашқы жүргізушілік тәжірибем күшті болды негізі. Рахмет. Қымбатты көрермен, жұмада жүздескенше аман болыңыздар.